Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Әсем. Бүгінгі видеода мен өзімнің екі түрлі таңғасыммен бөлісейін деп жатырмын. Кеттік, бастаймыз. Ең бірінші тамақтың аты ленивая овсянка деп аталады. Ішіндегі ингредиенттерден бізге бастысы овсянка. Мен деген өзім көз бөлшермен өлшеп аламын, бірақ сіздерге түсінікті болу үшін үлкен қасықпен біз деген осындай 900 геркулес саламыз. Қандай овсянка болса да өздеріңіздің еріктеріңіз. Және де бізге керегі сүт. Мен деген сүтті осындай мөлшерде аламын. Бұл примерно 2 стакан. Және де банан. Бананнан бізде спелый банан болу керек, себебі біздің овсянкаға ол деген тәтті дәм беріп отырады. Және де бананды біз деген осындай қылып езіп аламыз. Қалауыңызға байланысты жартысын немесе бүткілін алуға болады. Және де финики. Финикиді біз осындай қылып кішкентай қылып кесіп аламыз. Және де какао. Какаоның бізден осындай бір кішкентай қасығын қолданамыз. Сіз өзіңіздің таңғасыңызды әртүрлі ыдысқа сала аласыздар. Менің жағдайымда ол осындай банка. Енді осы ленивая овсянканың жасалу жолына кірсек, осындай мөлшердегі овсянканы алып болғаннан кейін біз оның үстіне езілген бананды саламыз. Осы бананды салып болғаннан кейін үстіне кішкене сүт құямыз. Осы үшеуін араластырып болғаннан кейін біз деген бір қасық какаомызды саламыз. Бір қасық какаомызды салып болғаннан кейін үстіне тағы да сүт құямыз. Және де бұл сүтпен де араластырамыз. Басында овсянка өте аз болып көрінуі мүмкін, бірақ та ол деген көтеріледі. Сондықтан да уайымдамай қойыңыздар. Осыдан кейін бәрін жақсы араластырып болғаннан кейін біз финикимізді аламыз. Бірақ та финикиді басында бөліп салуымыз керек болар, бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Басында финикидің жартысын саламыз да, оларды бұлғаймыз. Және де үстіне сүт құямыз. Енді қалған финикидің жартысын саламыз. Осында какао, банан, финики бір-біріне жабысып тұрып қалмауы, сондықтан да бәрін жақсылап араластыруымыз керек. Ленивая овсянканы жасап болғаннан кейін холодильникке қою керек. Сондықтан да сіздерге оны ұйықтар алдында жасауға кеңес беремін. Ұйықтар алдында жасап, оны холодильникке қоясыз. Содан кейін сіз ұйықтаған кезде ол холодильникте болады. Таңертең осыны алып жеп кете аласыздар. Бұны деген сіздер салқын күйінде немесе ыссы күйінде жеуге болады. Мен өзім ыссы күйінде жеймін. Мен оны микроволновкаға 2 минутқа қоям, бірақ 30-30 секундтан бөліп қоям, себебі бұл жарылуы мүмкін, өзінің басынан өткен оқиға. Сондықтан да сізге де 30-30 секундтан бөліп 2 минутқа қоюға кеңес беремін. Міне біздің ленивая овсянкамыз бітті. Таңғасымыз ол бутерброд за 5 минут деп аталады. Бізге керегі нан, және де сыр мен колбаса, және де өзіңізге қалаған ингредиенттерді де қоса аласыз. Енді бұл бутербродтың жасалу жолы өте оңай. Наныңызға өз қалауыңызша колбаса салып,
оның үстіне сый саласыз. Қаншалықты сыры көп, соншалықты бутербродыңыз тәтті болады. Сіз деген бутербродты осы түрінде жей аласыз, немесе оны деген микроволновкаға 30 немесе 1 минутқа қоюға болады. Сол кезде сіздің сырыңыз еріп, өте дәмді болып шығады. Міне біздің бутербродымыз да дайын болды. Өте оңай және өте дәмді болып шықты. Мен деген сіздерге өте жылдам және де ең бастысы өте тойымды таңғы астарымды көрсеттім. Сіздерге осындай форматтағы видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды және де арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше